ұқсастың даралығы. Логотерапия бойынша адам болу даралану, яғни біреуге ұқсамау. Адам қай кезде санаттан шығады? Даралығын жоғалтып, біреуге көзсіз еліктеген кезде жоқтыққа жұтылады. Өзінің болмысын қашай алмай, біреуді қайталаған кісі сапасыз ксерокопияға айналады. Есейе келе осы құбылыста жүйкені жұқартады. Адам психикасы болмашыға сыр беріп, кері кетуге дайын тұрады. Осындай азаптан құтылу үшін қуыс кеуде типтері амалдың жоғынан ішімен емес, сыртымен даралануға бекінеді. Шамасы келсе де келмесе де қымбат көлік мініп, сәнді көйлектің соңы жоқ модасына байланады. Жастар жағы тезірек даралану үшін алба-жұлба киініп, субмәдениетті дәріптеп жүретіні осыдан. Яғни біреуге ұқсап кетсе, психикасы сырқырап қоя береді. Бұл бір шетінен дұрыс, бірақ түп негізде қате. Себебі адам іштен, яғни субъективті негізде дараланып тұру керек. Тәңірден өзіне ғана жеке дара берілген адами қасиетін қашап үйренген тұлға сыртқы киіммен даралануға тырыспайды. Тіпті ондай тұлғаның үстіне қанар қаптан көйлек тігіп берсең де, болмысы жарқырап көптің көзіне бірден түседі. Бейсеннің болмысы да осындай болған. Ол ешқашан қымбат көлікпен немесе бренд киіммен көзге түсуге тырыспаған. Тіпті қанша қарапайым киінуге тырысса да, абыройының асқақтауы бір сәтке тоқтаған емес. Бейсен берге дейін көп қабатты үйде тұрып келген. Бауырлары, ағамыз халықтың адамына айналды, үйіне қонақ көп келеді. Оның үстіне әжемізді бағып отыр. Этаждағы тар үйде тұрғаны жарамас. Онысы бізге сын. Ағамызға зәулім үй салып берейік деп шешеді. Бейсен келіседі. Бірақ бір шартын айтады. Коттедж саламын деп әуре болмаңдар. Айналамдағы көршінің бәрі қарапайым үйде тұрады. Менің үйім олардан биік болмасын дейді. Кейін құрылысшылар, ағасы үйді 2 этаж көтерейік, іргетасын мықты етіп құйып едік, бір қабатты үйге мынадай іргетас қор болады деп өтініп көреді. Бірақ Бейсен райынан қайтқан жоқ. Барар жері әркімнің топырақ болса бір уыс, не қылады үйлерін көкке жеткен көп қуыс деп шәкәрімнен бір шумақ келтіреді. Бейсен ағасының қарапайым киінгенін көріп, аға, елдің алдына көп шығасыз, Барбери, Бриони, Босс, Келвин Клейн, ең болмаса Арманидың киімін киіп жүрмейсіз бе дейтін бизнесмен жігіттерде жиі кездескен. Ондайда Бейсен, жақында ғана Мәулана Румидің мынадай сөзін оқып едім. Қаншама киім көрдім, ішінде адамы жоқ. Қаншама адам көрдім, үстінде киімі жоқ деген. Сол киімге лайықпын ба өзі, жоқ па, соны білмей жүрмін деп күлетін де қоятын. Әрине ол жұмсақ адам болатын. Біреудің көңіліне кеп қалар деп айыбын тіке айтпайтын. Киімнен культ жасаған жігіттерге бұл надандық, ақылды азамат киіммен емес, ақыл парасатымен жарқырап тұру керек деген ойдың өзінің киіну үлгісімен жеткізуге тырысатын. Бейсен 1995 жылы айкидомен айналысады. Залдан шықпай 2 жыл тыңғылықты жаттығады. Дадзёде жаттығу залы қонып, кірпіш тәнін қинаған кезі де көп еді. Айкидоның дзё, танто қаруларымен төбелесуді шебер меңгереді. Бір қызығы бір данға өтініш бермейді. Қарапайым кимономен жүре беретін. Шығыс жекпе-жек өнерінде қара белбеу немесе қоңыр белбеуді қорғаған соң, шәкірттер қара кимоно, қоңыр кимоно киіп, өзгелерден ерекшеленіп тұратын. Яғни жаттығу залындағы шәкірттердің киіміне қарап, олардың дәрежесін оңай анықтайсыз. Бейсен өмірлік ұстаныммен спортта да өзгертпеді. Ұстаздары бір данға тапсыр десе, дайындығым әлі аз сияқты деп кері шегінетін. Ол кезде татамиді Бейсенмен бірге бастаған замандастары 4-ші данды бағындырып, құрметті дәрежені иеленіп жатты. Бейсеннің өз шәкірттері 2 данды қорғады. Бейсен солардың жетістігіне қуанып жүре беретін. Ешқандай дәрежесі болмаса да, ұстаздың учи дешіне айналды. 2012 жылы Крис Муни деген ең үлкен ұстазы Алматыға келген сапарында
Бейсенге қара белбеу бір данды өз қолымен тапсырды. Бейсеннің шығыс жекпе-жегіндегі жетістігін спорттағы әріптестері аңыз қылып айтып жүретін. Бейсеннің ең таңғаларлық қасиеті үйренген өнерін, бойдағы артық қасиетін, күш-қуатын, қарым-қабілетін, жетістігін барынша жасырып көрсетпейтін. Доджиге тек ақ белбеумен шығатыны да осының белгісі. Айкидо залында Бейсен ұстазынан баяғыда асып кеткен деген сыбыс әңгімелер жиі айтылатын. Бірақ Бейсеннің өзінен сұрасаң, әй батыр қайдағы, мен мықты болсам бір данды баяғыдағы иеленіп алар едім, маған әлі де дайындалу керек деп кішіпейіл мінезін танбайтын. Інілеріне, доджиде сен тек үйренуші болуың керек, егер үйретуші боламын деген пиғылға ұрынсаң, ештеңе ала алмай қаласың дейтін. Мүмкін оның қара белбеумен шектелуді мақсат тұтпай жүруінің сыры да осы шығар. Ақыл мен ар. Әдетте елдің дені бұл дүниеде ұтысқа шығып, бақытты болу үшін білімді болуға тырысады. Білімді болу ақылмен байланысты. Адам саналы түрде пайдалы ақпаратқа фокус жасап, ерінбей оқып-тоқып оны сіңіріп алады. Білімді болған сайын өзіне сенімділігі артып, екі аяғын нық басады. Жалпы білімді болу ешқашан насихаттан түскен емес. Қоғамды қараңғылыққа тартып әкететін надандықпен де білім күреседі. Бірақ экзистенциализм осы арада бір нәзік нүктені дәл басады. Адам ғылым мен білімді объективті әлемнен суырған кезде тек қана ақылға сүйенбейді. Дүниені дұрыс танып, ақиқатты қапысыз ажыратып, оны дәл керегіне жарату ісіне ақылмен бірге ар-ұят та теңдей дәрежеде қатысады дейді. Бұл теорияны күні кеше өмірден өткен қарт ата-әжесі болған кісілер бірден біледі. Олар соғыс кезінде жарытып білім алмаған. 5-6 кластық біліммен совхоз басқарған. Яғни білім жетіспей қалған тұсты ардың күші, интуициямен толтырған. 21 ғасырдағы интернеттің жетістігі өмірге әртүрлі білім көздерін қамыстай қаулатты. Бұл білім құмар жастардың жаппай оқуға ұмтылуына жол ашты. Бірнеше тіл білу қалыпты саналды. Бірақ осы тұста қауіпті бір тенденция белең алды. Бақытты өмір сүру үшін ақылды болсаң жетіп жатыр. Керісінше ұялшақтық зиян екен. Адамның бағын байлап жолын тосады деген ұран нигилизм толқынын туғызды. Соның кесірінен өте білімді, бірақ арсыз адамның қарасы қалыңдады. Осыған орай ғылымда интеллектуализм мен экзистенциализмнің жекпе-жегі деген ой-пікір жиі айтылды. Себебі өте білімді адамдар өмір аяқталып, тіршіліктің несебін берер кезде өкінішке ұрынды. Білімнің күшімен бақытты өмір сүремін деп, өмірін мағынасыз өткізіп алған адамдар ажалмен бетпе-бет келуден қорықты. Ал керісінше, аса білімді болмаса да, арлы адамдар өмірді жеңіспен аяқтады. Тіпті өмірінің жартысын кітапханада өткізген кейбір адамдар қоғамға соқыр тиын пайдасын тигізбеген күйі өмірден із-түзсіз өтіп кетті. Осыған орай белсіз интеллектуализм, бесплодный интеллектуализм деген термин шықты. Ақпаратты бірнеше тілде оңай алатын жалынды жастар осының құрбанына айналады. Яғни, өте ақылды һәм білімді бола тұра, надандықпен күресу деген ең басты адамдық миссиясын мойнына ала алмады. Оны шәкәрім қажы адамдық борыш деп те атаған. Ойшыл Платон да осы жайында, надан кісі білмейтін нәрсесін жөн-жосықсыз айта берсе, ол надандық. Ал білімді кісі біле тұра айтпаса, ол надандықтың атасы дейді. Осының бәрі ар-ұяттың күшін қолданбаудан басталған. Арды қолдан тұншықтырмасаң, ол білімді азаматты надандықпен қашан күресесің деп мазалап тұрады. Бейсеннің болмысы интеллектуал тұлға емес. Ол академиялық карьера жасауға ешқашан қызықпаған. Орта білімді ауылда алған. Университетті сырттай оқыған. Көп уақыты спортқа кеткен.
Кейін қызметі өскенде жұмысын дамыту үшін кәсібімен байланысты арнайы кітаптарды іздеп оқыған. Бірақ оның басты қаруы білім мен білік емес, ар-ұяты еді. Шәкәрімше айтқанда, адамдық борышың халқыңа еңбек қыл, ақ жолдан айнымай ар сақта, оны біл. Ар-ұятына бекем болған адамның қандай дәрежеде қуатты болатынын Бейсенге қарап білуге болады. Батыста білім алып бірнеше тілді еркін сөйлейтін бірде-бір интеллектуал онымен шендесе алмады. Ол ардың әміріне құлақ түрген кезде оқып отырған кітабын тастап шығып кететін болған. Ол 2011 жылы қазақ қоғамының шапшаң наданданып бара жатқанын бірден байқайды. Әсіресе жас буынның табансыз, алауыз болуы оның жүрегін ауыртқан. Осы надандану процесін тоқтату үшін рухани майданға саналы түрде келген. Ол айтуға оңайдың кастингіне қатысқанда кілең атақты әнші әртістермен бәсекелес болған. Конкурс біткен соң комиссия мүшелері Бейсен Құранбек деген һәм білімді, һәм әрлі азаматты бірінші рет таңдаған. Мұның алдында тележүргізуші етіп әнші әртістерді, блогерлерді жұмысқа алу, соларды экраннан көрсету белең алып бара жатқан. Кейбір телеарналар көрермен жинау үшін кәсіби журналистен гөрі атақты әртістерді таңдайтын. Белгілі бір деңгейде кәсіби журналистер рейтинг жинай алмайды деген стереотип те қалыптасып үлгерген еді. Бейсен осы стереотиптің бәрін мұзжарғыш кемеде қиратып өтті. Бірде мынадай бір оқиға болды. Айтуға оңай көрерменге жол тартқанына ай өткенде Бейсенді бір кісілер шайға шақырады. Барса, әртүрлі кәсіппен айналысатын ірі азаматтар екен. Олар шай үстінде: "Саған ризамыз. Телеарнаға нағыз ер тұлғалы азамат шықты. Әйтпесе телеарнаны кілең қыз келіншек, одан қалса қыз мінезді жігіттер басып бара жатыр еді. Ер балалардың идеалы қалмады-ау" деп уайымдап жүргенбіз. Сені көргенде қатты қуандық. Нар тұлғалы жауырыны қақпақтай жуан дауысты азамат шығып, жастар үшін нұсқаға айналды депті. Болмыс және үш әлем. Экзистенциялық анализдің негізін қалаған Людвиг Бинсвангер 20 ғасырдың басында болмысты үш әлеммен түсіндірді. Олай болған себебі Еуропаны ғылымға жарыған көзі ашық сауатты жұртының өзі түсініксіз жүйке ауруына молынан шалдыға бастады. Мамандығы медик Бинсвангер түсініксіз аурулардың түп төркінін физиологиядан емес, философиядан іздейді. Ол Мартин Хайдеггермен жиі жолығып, себебін тапқандай болады. Ғылымға табынған 20 ғасыр адамы әлемнен ажырап қалған еді. Олар: "Мен бөлек субъектімін, объективті әлемді қалай билеп төстесем де өзім білемін. Қалаған затымды алып жеймін, қалаған жеріме қыдырамын" деп қомағай нәпсінің баянсыз қызығына шатылды. Ғасырлар бойы қалыптасқан киелі дәстүрдің бәрі шапшаң күйреді. Бұрынғыдай табиғатпен тілдесу, жұрағатпен шұрқырасып көрісу, тылсыммен оңашада тілдесу деген сияқты шыбын жанның негізгі тіректері құлады. Осыны байқаған Бинсвангер, адам қарттығына аман жетіп, ажалға айла тапқысы келсе, мына үш әлемге бекем болсын деп ескертті. Біріншісі — Умвельт. Адам болмысы қоршаған ортамен тығыз, мағыналы қатынаста болуы керек. Табиғатты талқандап, оның бүкіл рахатын сорып алуға қақысы жоқ. Онымен мағыналық үйлесімге түсіп, әрбір жәндіктің, құрт-құмырсқаның нәзік тіршілігінен эстетикалық ләззат алсын. Әлемнен алшақтап, оны аяусыз тұтынатын адамды табиғат та аямай жазалайды. Тіпті қоршаған ортамен тіл табыса алмайтын қарабайыр кісілер қартая келе жүйкесі сыр береді. Жасына лайық сөз ұстамайтын инфантилист типтер осылай өніп шығады. Бейсеннің бойында табиғатта аялау, қоршаған ортаны сүю деген туабітті мінез бар еді. Көзін көрген қариялар Бейсеннің бойындағы осы мейірімді анасының құрсағында жатқанда пайда болған деп айтады. Ямалияға шеше
тұңғышына жүкті кезінде елене төркіндеп барады. Шай үстінде дастархандағы қою тосапқа қайта-қайта қол созып армансыз жепті. Сонда Қайша апасы, тәттіге жерік болыпсың, балаң өте мейірімді болады екен депті. Оның жәндіктерге де құрметі бөлек еді. Үйдегі құрт құмырсқа өрмекшіге де тиістірмейтін. Өрмекшіге жақсылықтың хабаршысы, ал құмырсқаға дастарханнан түсіп қалған ырыс несібені жинаушы деп қарайтын. Үйге келген қонақтар үйлеріңде құмырсқа қаптап кетіпті ғой десе, бұлар біздің квартиранттар ғой деп күліп жауап беретін. Бейсен бала кезден тау-тастың арасында табиғатпен жалғыз қалғанды, күннің шығуы мен батуын, өзеннің ағысын тамашалағанды ұнатады. Табиғатқа шықса да, көпшілікпен емес, жалғыз барғанды жаны қалайтын. Себебі тау-тас, өзен-көл, қарағай-қайыңмен тілдесуге ұмтылатын. Келіншегімен бірге табиғат аясына шығатын болса, жолға тамақ алдырмайтын. Тек шөл басар кішкене су ғана алады. Адамдар қызық, артынып-тартынып сонша жерден табиғатқа шығады. Межелі жерге жете сала дастархан жайып тамақ істеп қарын тойдырады. Бос сөзбен уақыт өткізеді, тамақ ішіп болған соң кері қайтады. Ештеңе көрмейді, ештеңе естімейді. Табиғатқа шыққан адам бір сәт болса да ішкі жан дүниесін сұлулыққа толтыруы керек емес пе дейді. Бір күні екеуміз тауға шықтық. Жаңбыр жауып кетті. Жауыннан қорғанып шыршаның астына кіріп дамылдадық. Екеуміз бір талай уақыт үнсіз отырдық. Жауынның иісін, тамшылардың тырсылдаған үнін тыңдадық. Бейсеннің әдеті сондай еді. Көзін жұмып, табиғатпен үнсіз тілдескендей рахатқа батады. Ал талғарда тұрған кезімізде күнделікті өзеннің жағасына барып, үлкендеу тасқа амалдас құрып отырады да, көзін жұмып, судың ағысын тыңдағанды ұнататын деп есіне алады келіншегі. Логотерапияда осындай құбылысты сезім құндылығы деп атайды. Өмірде адаспай мәннің етегінен ұстағысы келген адам көкірегін табиғаттан алған құндылықпен толтыруға міндетті. Тұрмыстың проблемасы шырмаған миды табиғаттағы тіршілікпен тазалап шығады. Осы құндылық жайында Франкл мынадай естелік айтады. 1942 жылы эшелонмен тұтқындар концлагерге кетіп бара жатады. Вагондағы тығыздық сондай, тек қана тік тұрасың. Ауа тар, қарын аш. Психиканы үрей толық билеген. Мұндай сәтте тіршіліктен ләззат алу мүмкін емес көрінген. Кенет торланған терезеден қызара батып бара жатқан күн көрінді. Осы сәттегі күннің батуы бәрімізді арбап алды. Терезеге жақын тұрғандарыз оған телміре қарап, қарттық та қалдық. Бойды билеген үрей ғайып болды. Тіршіліктен шексіз ләззат алып тұрдық. Осыған қарап-ақ батқан күннің өзі психиканы шырмаған мағынасыз проблемалардан бізді айырып алуға қабілетті екенін түсіндім. Екінші, Митфельд. Табиғатпен тіл табысу болмыстың толық ашылуына жеткіліксіз. Ол енді екінші әлеммен арақатынасын реттеуге міндетті. Оны Митфельд әлемі деп атайды. Бұл әлеуметтік орта. Кез келген адамның жақын араласып сырласатын ортасы болуы тиіс. Оны жалғыздық Құдайға ғана жарасқан деп те атайды. Ғалымдар арасында адам болмысы жануар сияқты қара басымен өмір сүре ала ма? Араласатын ортасы болмаса да, адами келбетін ұстап тұра ала ма деген сұрақтар ықылым заманнан талқыға түскен. Жоқ. Адамның жаны адамдар арасында ғана ашылады. Орманда жоғалып, жабайы аңдар асырап алып, кейін келе адамдар арасына түскен кісі баласы бірнеше рет табылған. Ғалымдар оларды қалыпты адамға айналдырамыз деп барын салады. Әзірге олардың бірде-біреуі толыққанды адам болмысына айналған жоқ. Сондықтан да сәбиді бала жастан құрдастарымен ойнатып өсіру өте маңызды. Модерн адамның депрессияға тез түсетіні осыдан. Қылдай қиянат қылған ағайын туысымен кетісуге дайын тұрады. Жора жолдасының шалыс басқан тұстарын шеге шаншып, көзіне шұқып көрсеткенді қоя алмайды. Біреуді кешіру деген сезімді масқара жеңіліс деп есептейді.
бірақ мұның өтеуі өте қымбатқа түседі. Кінәмшіл адам уақыт өте келе шизоид типке айналып кетуі мүмкін. Яғни айналасынан мейірім махаббат көрмейді. Тек қана жаулық күтіп өзінің ішкі әлеміне бекініп алады. Бұл да түбінде сау адамды жынды қылатын қауіпті құбылыс. Еуропаның бір қиын тұсы осы. Олар Умвельт әлемін дұрыс суреттеген. Қоршаған ортаны күтіп ұстау, табиғатты аялау, мәдениетті өте жоғары деңгейде, бірақ арқа-жарқа араласатын рухани орта табу өте қиын. Себебі рационализммен бірге келген индивидуализм батыс адамның Мидвельт әлемін күйретіп жіберді. Салт дәстүрі дінмен байланған шығыс халықтарының бір ұтатын жері осы. Олар материалдық жағдайы төмен болса да, көңіл күйдің күйреуіне жол бермейді. Себебі ораза айт, құрбан айт, мәуліт, жарамазан, ауызашар, көңіл айту, марқұмның жетісін, қырқын, жүзін, жылдығасын өткізу сияқты әлеуметті ұйыстырушы факторлар жалғыздық дертін асқындырмай ұстап тұрады. Батыс әлемінде дінді ығыстырған секуляризм процесі жамағатпен жасалатын діни ритуалдың көбін өлтіріп алды. Тіпті Еуропада келушісі сарқылған жүздеген шіркеу жабылып қалды. Бірақ адамның социумда тірілетін қырлары қандай да бір жамағатты іздеп тұрады. Сондықтан да батыста трансцендентті сипаты жоқ, жасанды жоралғылар өте көп. Бұл да осы сұраныстан туған. Бірақ айналып келгенде өзің жеке танитын, өмірдің қиын кезеңдерін бірге өткізген жора жолдастарыңмен рухани қатынасты ештеңе алмастыра алмайды. Рухани байланысы әлсіреген адамдардың жалғыз қалып, депрессияға тез түсетін себебі осы. Мидвельт әлемі өте бай деп Бейсенді айтса болады. Бейсеннің болмысы үнемі ұлтты ұйыстырушы сипатқа толып тұрды. Әсіресе дүниенің баянсыз қызығы үшін біреумен қатынасты үзбейтін. Ағайынның ынтымағын, ұжымның ұйымшылдығын, дос-жаранның жарастығын қатаң бақылаған адам. Ағайын туыстың татулығы мен бірлігін сақтауға Бейсеннің қосқан үлесі зор. Қызметтен қолы босамай жүрсе де, туған туыс, тамыр танысқа арнайы уақыт бөледі. Кіші әкесі Бейсбай, мен оны Бекең дейтінмін, жасы кіші болса да ақылшым ретінде көрдім. Әулетке қатысты мәселелерде үлкеніміз де, кішіміз де Бейсеннің сөзіне тоқтаймыз. Мен өзі қиқар мінез адамын, бірақ Бекең айтқанда тоқтаймын деп еске алады. Әулеттегі іні қарындастарың әрбіріне қамқор болып, өмір жолын жоспарлауға, кәсіби бағытын айқындарда отау құрып шаңырақ көтерерде тікелей жетекші болып отырады. Артынан ерген ірі қарындастың қайсысының қай іске бейімі барын, қай қырын дамыту керегін, нені оқып, неге көңіл бөлу керегін айтып отырады. Философияны оқыған біріншісі бүй деп еске алады. Бейсен бізді барынша ағартушылық салаға бұрды. Ұлтқа, мемлекетке өлшеусіз үлес қосатын ең мықты жол білім жолы. Қазақтың баласын білімге баулумен ғана қиындықтан құтқарасың. Білімді адам онсыз да аш болмайды. Біздің Бейсен атты кітапта Гүлназ Құранбектің де мынадай естелігі бар. 11 сыныпты бітірген соң әулетіміз жиналып, менің қайда оқитыным жайлы ақылдаса бастады. Үлкендер, қыз балаға тігінші мен аспаздан артық мамандық жоқ. Мына Талдықорғанда оқисың, сағынсаң үйге келіп тұрасың деп бірақ кесті. Мені көзім жасқа толып үлкендерге қарсы сөз айта алмадым. Сол кезде Бейсен көкем, қыздың өз қалауы не екен, соны білейік деді. Мен Алматыға барғым келеді, Қазақ ұлттық университетінде оқығым келеді, дедім. Көкем, болды, бара ғой, киімдеріңді жина, таңертең жолға шығамыз деді. Ертесіне бар киімімді 2 пакетке толтырып көкемнің артынан ілестім. Автобекетке келіп, Алматыға қатынайтын автобусқа отырдық. Сайран автобекетіне жетіп, автобустан түсе бергенімде пакетімнің құлағы жыртылып үзіліп қалды. Көкем қабақ шытпастан әлгі пакетті кеудесіне қапсыра құшақтап пәтеріне келді. Сөйтіп өзім армандаған Қазақ ұлттық университетінің студенті атанды. Әрине, Бейсен туысқанға ғана қамқоршы болған жоқ. Оқысам, білсем, үйренсем деген жастардың бәріне аға болды. Бейсенді ұстаз тұтатын жастардың легі жүздеп саналады.
және олардың бәрі журналистика емес, әртүрлі саланың өкілдері. Өзін Бейсеннің шәкіртімін деп санайтындардың қатарында жас суретші де, ақын, жазушы, әнші, режиссер, кәсіпкер, киногер, керек десеңіз құрылысшысы да бар. Олардың әрқайсысына уақыт табады. Бетпе-бет кездесіп, апта ішінде, бір айда, бір жылда не бітіргенін тізіп есеп беріп отырады. Сосын болашақ жоспарын құруға атсалысады. Кедергілері болса көмектеседі, кейбіріне қаржылай қол созса, келесі біріне ақыл кеңес жігер береді. Адам мен адамның қарым-қатынасы өте нәзік байланысқа құрылады. Көңіл жібін болмашы нәрсеге үзіп алып, артынан қанша тырысса да түзей алмайтындар қаншама. Халықтың бәрінен де көңіл қымбат дейтіні осыдан. Арғы қазақ түсінігінде көңіл адам болмысының ең түпкі жауһары саналады. Философияда субъектінің өзгермейтін өзегі бар ма деген сұрақ ұдайы талқыда тұрады. Жаңа дәуірде Рене Декарт ол адамның ойлана алатын санасы деп еді. Кейін экзистенциалистер бұл тым тар шектеу деп субъектінің жауһарын бай қылып көрсетуге тырысты. Түркиялық кей ғалымдар адамның өзгермейтін өзегін ежелден көңіл деп айтамыз. Себебі тіршіліктегі бүкіл тәжірибе мен ілім-білім осы көңілге барып орнығады. Көңіл қирағанда бәрінен қасиет кететін себебі осы деп тұжырымдайды. Сол үшін адамның бір-бірін іздеп тұруы, басына қайғы түскенге көңіл айтып, қуанышта бірге шаттануы аса қажетті іс. Бірақ бұл қарым-қатынаста жұрт байқай бермес нәзік мәселелер бар. Мәселен, арлы адам өзінен гөрі беделді. Бай адамға хабарласып жағдай сұрауға ұялады. Бұл қалыпты құбылыс. Өйткені қызмет, ақша дәметіп тұрғандай боламын деп қысылады. Керісінше, олардың хабарласқанын күтеді. Бақуатты адам бірінші болып телефон толғаса, арадағы көңіл жібі нығая түседі. Ал хабар алыспай қалған жағдайда көңілді жақын жандардың арасы алыстап, Митфельд әлемі күйрей береді. Бейсен мұндайды қалт жібермейді. Әр адамның көңілін бағып тұрады. Елеусіз қалған дос, ескі таныс, көлеңкеде қалып қойған дарынға жолы болмай жүрген таланттарға арнайы қоңырау шалып, жағдай сұрайтын. Туған күнде бірінші болып құттықтайтын. Осылайша жұрттан шеттеп, өзін қоғамға қажетсіз сезініп жүрген талай жанның көңіліне демеу берді. Осыны кәдімгідей өзіне жұмыс етіп бекітіп алды. Төс қалтасында іздеп тұруы қажет адамдардың тізімі жүреді. Інілеріне көңіл дейтін өте нәзік, адам деген өте қымбат, өмір деген өте қысқа деп үйрететін. Қай ұжымда жүрмесе де, қарамағындағы әр қызметкердің туған күнінде хабарласып, жеке құттықтауды әдетке айналдырды. Мәселен, Жетісу телеарнасында Жансая есімді хатшысына арнайы тапсырма беріп бекітіп қойған. Қай күні кімнің туған күні екенін Бейсенге хабарласып айтып отырады. Ал айтуға оңай ұжымында бұл қызметті Сая есімді администратор қызға табыстаған. Бір күні Саяның туған күні болады. Әрине, ол өзінің туған күнін айтып жатпайды. Бейсен бұл туралы кеш естиді. Сөйтіп кабинетке кіріп келіп, қабағын түйіп, Сая, осы сенің қызметіңе не кіреді өзі дейді. Сізге съемка күнін айту, өзгерістерді хабарлау, заявка беру, жұмысты ұйымдастыру, туған күні болатын адамдарды ескеріп тұру дейді. Сая қорқып кетіп, солай ма? Иә. Онда неге өзіңнің туған күнің екенін ескертпедің деп күліп жібереді. Туған күні болған адамға өз қалтасынан қаражат бөліп, ұжыммен бірге тойлауға көндіретін. Сөйтіп, әр ұжымдағы көңіл жібінің үзіліп қалмауын қатаң бақылап отырды. Ол үшін адамның атақ дәрежесі, жас ерекшелігі, жынысы маңызды емес. Еңбектеген баладан еңкейген қарияға дейін кісі атаулының көңілін табуды мұратқа айналдырып, бірақ Бейсеннің арнайы ат басып бұрып, үйіне келуі бүлдіршіннің мәңгесінде қалды. Бірде Ақтаудағы ескі бір досының Қаршадай қызы аздап науқастанып қалғанын естиді. Ол қыз айтуға оңайды қалт жібермейді екен. Бейсен ағасын жақыннан бір көріп сөйлесу арманына айналыпты. Осыны естігенде Бейсен Алматыдағы мың сан шаруасынан сытылып шығып ұшаққа билет алады. Ақтаудан түсіп әлгі кішкентай қыздың үйіне келеді. Бұл күтпеген қуаныш еді. Қыздың өзі де, әке-шешесі де Бейсенді көріп марқайып қалады. Олардың үйінде көп аялдамайды. Кішкене дәм татып кері оралады. Бірде Фейсбуктан пессимистік көңіл күйге маталған бір бойжеткеннің жазбасын оқып қалады. Ол Германияда оқитын студент қыз екен.
Ол да Бейсенді аға тұтып жүретін. Сол күнгі жазбасына әлгі қыз жастық шағын, ауылын, ауылдың құрты мен майын, қазы қартасын сағынғанын айтады. Бейсен бірдеңені сезгендей болады. Жекесіне хат жазып, мән-жайды сұрайды. Сөйтсе әлгі қыз күйзелісте жүр екен. Жеке өмірінде махаббат мәселесінде жағымсыз бір оқиға болыпты. Ашу үстінде айтылған сөз шығар, қазақ жігіттерінен көңілім қалды деп налиды. Бейсен інілерінің біріне хабарласып, шенгенің бар ма? Еуропаға визаң әлі ашық па? Деп сұрайды. Ашық дейді інісі. Ендеше менің бір тапсырмам бар. Қолың тие ме? Дейді інісі. Әзір екенін айтады. Бейсен оған құрт, май, қазы мен ет алып, мына мекенжайдағы қызға апарып бер дейді. Германиядағы студент қыздың мекенжайын береді. Інісі сәлемдемені алып қыздың мекенжайына жеткізеді. Қызға базарлық толы қалтаны береді де, бұл қазақ жігіттерінің атынан келген сәлемдеме дейді. Заматта елге кері оралады. Осыдан соң бойжеткен басын көтеріп өмірін қайта жоспарлайды. Оның адамға деген сенімі қайтадан күшейеді. Бәлкім ендігі бақытын да тапқан болар. Митвельд қай кезде тез күйрейді. Тағдырың жолдас қылған адаммен жүре сөйлескенде немесе оны көңілсіз тыңдағанда. Біздің ғасырда адамдар сөзін тыңдайтын, шерін бөлісетін мейірімді адамға зар болып қалды. Себебі индивидуалды өмір салтын біреудің қиындығына құлақ түрмеуді дәстүрге енгізді. Шындығында адам біреудің көңіл жарасын құр сөзбен емдемейді. Ықыласпен тыңдау арқылы оның жан жарасы жазыла алады. Осыған орай немістің атақты жазушысы Михаил Энденнің «Момо» атты шығармасы бар. Момо бар жоғы 10 жасар жетім қыз. Керек десең үйі де жоқ, оқу оқымаған, бірақ Құдай оған бір ғана өнер берген. Ол тыңдау өнері. Момо алдына келіп мұңын шаққан жұрттың мұқтажын құлақпен емес, көңілмен тыңдайды. Тыңдап болғасын бір ауыз тіл қатпайды. Бірақ оның алдында зарын төккен ғаріптен құлантаза айығып шығады. Соның арқасында қаладағы тұрғындардың адами қарым-қатынасы саламат сақталып тұрады. Бірақ бұл сайтандар әлеміндегі сұп-сұр перілерге ұнамайды. Олар адамзаттың тату-тәтті тіршілігін бұзу үшін ел-жұрттың шүйіркелесіп әңгіме-дүкен құратын, салт-санасын күл-талқан қылады. Тыңдайтын құлақ былай тұрсын, шер тарқататын адам да қалмайды. Осылайша өркениетке қатер төнеді. Бірақ Момоның адалдығы адамзатты құтқарып қалады. Ең соңында сайтандар жермен жексен болады. Сондағы Момоның бар қаруы адамды көңілмен тыңдау өнері еді. Бейсен де Момо сияқты кез келген адамды көңілмен отырып тыңдайтын. Оны сол сәттегі ең қымбат адам есептейтін. Садуақас есімді жігіттің мынадай естелігі бар. Бейсен аға ешкіммен самарқау сөйлеспейтін. Сөйлескенде адамға бар болмысымен назар аударады. Бірде-бір дәмханада шай ішіп отыр едік. Неге екені есімде жоқ, көңіл-күйім болмай отырды. Бейсен аға, сен үшін тап қазір ең қымбат адам кім деп төте сұрақ қойды. Не деп жауап берерімді білмей жұртты жиі айтатын жауаптардың тізім. Шешем, таппадың. Кішкентай қызым шығар, таппадың. Білмеймін, өзіңіз айтыңыз. Саған қазір ең қымбат адам кім екенін білмеймін. Бірақ кім болуы керек екенін білемін. Кім екен? Мен. Дәл қазір мен болуым керек. Алдыңда кім отырса, қасыңда кім тұрса, кіммен сөйлесіп тұрған болсаң, сол адам саған ең қымбат адам. Ал егер жұмыс істеп жатсаң, жұмысың, көлік айдап келе жатсаң, жол қымбат. Мысалы, қазір менімен сөйлесіп отырсың, бірақ ойың басқада. Біреуді немесе бір шаруаны ойлап тұрсың. Ертең сол адамыңмен кездессең, ойың тағы басқа біреуге өзгереді. Сөйтіп еш уақытта осы жақпен түйісе алмайсың. Үнемі алдыңда болатын бір іс, бір шаруа, қиялыңдағы бір жетістік маңызды сияқтанады да тұрады. Жалған үмітпен өмір сүріп, осы шақтың ләззаты мен маңызын сезіне алмайсың деп аяқтады. Эйгенвельд. Бұл да болмыстың осы дүниеде шатаспай дұрыс көрінуіне серіктесетін бір әлем. 19 ғасырдың ортасына дейін Эйгенвельд қалыпты әлем саналған. Бұл әр адамның өзі үшін киелі саналатын құндылықтар жиынтығы мен бастан кешкен сезімдері. Мысалы, жаңа дәуірге дейін бұйымның бәрі қолмен жасалатын. Шебердің жаны сіңген әрбір зат өте құнды болатын. Атасынан баласына мирасқа қалатын көнекөз жәдігерлер ерекше қастерленетін. Кейін
мануфактура шыққасын зат пен бұйымнан да кие қашты. Жансыз машинаның миллиондап өндірген тауары тозығы жеткенде қиналыссыз қоқысқа тасталады. Шындығында бір оқиғаның куәсі болған ескі бұйымда адамды басқа дәуірмен байлап тұрады. Сол заттарға жиі үңілу арқылы тарихи тізбектің маңызын түсінеді. Осыны ұққан еуропалықтар ата-бабасынан мирасқа қалған көнекөз бұйымның бәрін көздің қарашығындай сақтайтын жаңа мәдениет қалыптастырды. Оған адамның Эйгенвальд әлемі деп атау берді. Мұндай мәдениет қазақтарда да бар еді. Тіпті берге дейін тұмар тағу айрықша бір киенің символындай болды. Себебі тұмарды санаулы адам ғана сауатты молдаға барып жаздырып алатын. Эйгенвальдке жеңіл қараған қазақтар 90-шы жылдары мұқтаждықпен ата-әжелері қолмен жасаған ел тұрман мен алаша кілем көбісі Еуропаға сатып жіберген. Бұрындары еденде елеусіз төселіп жатқан алашаның өзі талай тарихтан сыр шертетін. Фабрикадан шыққан су жаңа паластар сіздің жан дүниеңізді ешқандай оқиғаға жетелеп апармайды. Адам өзінің мықты тұсы мен әлсіз тарапынан да осы әлеммен анықтайды. Мені мен қып тұрған қайталанбас қасиетім қайсы деп сұрайды. Бұл өте нәзік һәм қауіпті нүкте саналады. Себебі сені сен қылып тұрған негізгі қасиетіңді дөп баса алмай, қолдан жасалған мен өмір сүретін болсаң, ажал сәті тақағанда бәрі күйреуі мүмкін. Себебі ажал бейтабиғи қолдан жасалған жалғанның бәрін шайып кетеді. Сондықтан өзіңе ғана белгілі құндылықтар әлемін анықтап алу аса маңызды саналады. Бейсенің де Эйгенвальд әлемі өте бай болған. Ата-анасының бойтұмарындай болған Құран кәрім кітабы үйінің бір бұрышында ілулі тұр. Қасиетті кітаптың қалай пайда болған жөнінде кітаптың басында жаздық. Одан бөлек 20 ғасырдың басында жарық көрген бірнеше қисса кітабы мен дұғалар жинағында көздің қарашығындай сақтаулы. Бәрі де төте жазумен жазылған. Қазан баспасынан шыққан. Бейсеннің атасы бала күнінде медресеге оқып, қадымша білім алған. Сірә бұл кітаптар атасынан қалған мұра болса керекті. 4. Убервельд. 4. өлшемді ғалымдар 80-ші жылдардың ортасында енгізуге мәжбүр болды. Себебі бұл кезде батыста дін мен рухани ілімге деген сұраныс қайта өскен еді. Адам болмысының рухани тарапынан терең ашуға алдыңғы 3 өлшем жеткіліксіз болды. Бұл өлшемде адамдар беймәлім бір ұлы болмыспен бетпе-бет келуді армандайды. Және ол әлем міндетті түрде мәнсіз болмауы керек. Алдыңғы 3 өмірдің мағыналық түйіні Убервельдте жасалады. Яғни 3 әлемнің ортақ пәтуасы осы жерде беріледі. Біреулер оны дінге деген сеніммен табады. Кейбірі әртүрлі рухани ілімдерді тоқтаусыз зерттеумен қол жеткізеді. Осы әлемде өмірдің мұраты мен абсурд үмітпен торығу үнемі айқасып жатады. Бұл әлемде тұйыққа тірелгендер өзіне қол салуы да мүмкін. Жолын тапқандар мәңгілік өмірдің құпиясын ашады. Сондықтан да қазіргі ғалымдар Убервельдті шешуші әлем деп атайды. Енді салыстыру үшін алсақ, бұл 4 әлемді көліктің 4 дөңгелегімен салыстыруға болады. 4-еуі түгел болғанда ғана төбедегі келеді. Бейсеннің Убервельд әлемі жайында жұбайының мынадай естелігі бар. Бекеңнің күнделікті әдеті таңда ояна салысымен Жапонның жауынгерлері сияқты 2 аяғын астына алып, 2 жұдырығымен тізесіне қойып үнсіз отырады. 5-10 минуттан соң 2 алақанын жерге төсеп тағзым етеді. Бір күні Беке үндемей отырғанда не ойлайсыз, ештеңе айтасыз деп сұрадым. Ол, Құдаймен тілдесем. Оған аман-есен оянғаныма шүкіршілік айтамын. Адам құдды бір жауынгер сияқты. Қас қағым сәтте оққа ұшуы бек мүмкін. Сондықтан үнемі дайын жүруі тиіс. Бүгінгі күнді мына әлемдегі соңғы күнім деп есептедім. Құдай маған тағы да шанс берді. Соны абыроймен өткізуге Құдайдан жәрдем беруін сұрадым, деді. Дәл осы ритуал кешке ұйықтар алдында да қайталанады. Ал кешке не айтасыз деп сұрадым. Құдайға осы күнім үшін алғыс айтамын. Біреуді ренжітсем, ағат кетсем, сол адамнан ойша кешірім сұраймын. Білмей басқан қатесім болса, Құдайдан рахым тілеймін, деді.
бейсен осы әдетін қаза еткен емес, өмір бойы ұстанып келді дейді.